Ай, гүлім, ойпырмай, осы неге зарлатып қоясың, а? Қайда жүрсің, қайда балаға апаратын сыйлықтарым қайда, немерем апаратын? Қайда қойдың? Әкел бол тез-тез. Абайлап жүрші айналайын. Сен құласаң ештеңе жоқ, сыйлықтарды сындырасың. Ал емізікті салдың ба? Қас. Бол. Не істеп, не қойып жүрген білмейді осы бар ғой. Бітіріп атқан, ешқандай шаруам жоқ. Ай, ана балықтарға тамақ бер, білдің бе? Бірін-бірі жеп тастап, ертең жаназасын оқып отырмайын. Ана Айман қайда, шақыр, Айман. Бол. Ой, келе тұрман. Тұты ғой. Айтпақшы, дәрігерлерге заттарыңды алдың ба? Ұят болмасын, қолы бармай. Сен қосылмашы, пысықсың. Гүлім, мен мысығымды көп ұстай берме. Өзі ауырып тұр. Қайдан ғана алдың осы мысықты? Тамақтың бәрін жеп өзің азып кеттің. Бар, киіміңді ки, бол. Әй қыз, ана көк тұстарға су құюды ұмытпа, білдің бе? Айналайын, білгішсің бе, сен білгішсің бе, өзім де білем не екенін, сенен сұрап тұрған жоқпын. Ана Айманның бөлмесіндегі пердені жуып тазалап, бүгін ілетін бол қайтадан. Сосын бүгін біз үйде болмаймыз. Мына есікті ашық тастап, бәрін ысытырып, сиырып, Ой, болды, не болды сендерге ол? Жұмсай бердіңдер ғой. Көше көзсен, жағаласпен. Осы үйдің адамы ғой, біледі ғой жұмыстарын. Үйленіп қалды ғой. Көше. Өзі ақылды. Сосын ана пульттің батарейкасын ауыстырсашы, отырып қал. Болды, Марат ағай. Неменеге күмбір өтіп тұрсың? Бош, осы сенің үйден шығуың менен қиын. Жүрші бол. Так, мама папа кетті. Кіре беріңдер. Уақыт деген өтті. Болсаң да тез-тез сүйретілмей. Ашына машинаның не есігін. Ау, отырам. Базары құлай. Емей, қалайсың Гүлім? Күшті. Мынау жындығы. Қалай келіңдер? Жақсы. Иә, бәрі нормально. Күшті. Күшті жетіңдер ма? Погода ғой. Нормально? Да? Парик киіп алғансыз ба? Күшті ма? Жарасып тұр өзі, нормально. Привет, Асхат. Мен қалайсыңдар? Қалайсың дейсің? Мынау кәдімгідей үлкен екен ғой. Айтпас, мынандай теріский екі этаждың бар екен айтпайсың, Не деп айтамын? Сол ғой. Бір общагада тұратын адам сияқты жүресің. Ей, скромняксың ғой, короче. Русалина қалғандар қайда? Білмеймін, келеміз деген. Жоқ қой что-то. Жаңа жылмен, мынау мен саған сыйлығым. Өз қолыммен салдым. Рахмет, Айсана. Күшті. Художница өзі. Нәнән, ашқым келіп кетті ғой. Давай ашпай тұрып, бұл суретті ілетін әдемі жер тауып алайық.
мына төр жақ әдемі сияқты, иә? Хорошо. Но бұл суретті қазір ілмей қойық. Мен бұны сандығыма сақтап қоям. Ашайыншы? Давай. Тадам, қараңдар. Вау, мә күшті ғой. Тұтыш, мұнан бір құлақ жоқ қой, мұнан қараңдар. Ой, құлақ деген проблема емес қой, просто кеше үлгермей қалдым. Қазір салып бере салам мен. Сөйт онда. Онда барлығы келем дегенше біз тез экспериментімізді аяқтай салайықшы. Гүлім, ыңғайлы жер бар ма бізге? Давай, екінші этажға көтеріле беріңдер. Хорошо. Русалина медет маған көмектесіп жүріңдерші. Қандай жерде салаттар бар еді? Чина! Шыңғас! Чина! Шыңғас! Что там? Не істеп жүрсің? Фокустасайын деп кел. Не істеп жүрсің? Что там? Айтсай. Шыңғас! Сен неге жоқ болып кеттің? Сабаққа вообще келмейсің. Звондамайсың да, іздемейсің да. Диана апай сені қайта-қайта іздеп сұрап жүр. Тағы да Диана апай ма? Не болды апайға дегенмен сұрақ қоймай қойды ғой? Енді Диана апайдың ең сүйкімді оқушысың ғой. Одан, понимаешь? Бокс – это я это бокс. Кейін жігітің чемпион болып сосын көресің ғой. Трипл G болам, Трипл G. Трипл G, ана чат оқыдың ба сен? Гүлімене барамыз ба, бармаймыз ба? Осы біз ғана, как всегда. Одан, барып тұрып қой. Сол жерденбіз ғой. Уайымдамашы, барамыз. Камерамнан ауыстырсай, барамыз, ә? Шыңғас. Ау? Тонер хочу. Тонер? Я. Тонер сатып қойбыз мұнда. Серьезно? Иә? Таксиға қандай керек? Курицамен бар, перчик бар, ассорти бар. Ассорти. Перчикпен. Вечер добрый, милая леди. Добрый. Мне только что позвонили, тебя спрашивали. Кто звонил? Звонок из рая, сказали, что пропал самый красивый ангел. Но я тебя не сдал. Меня зовут Тяпкин Валентин Петрович. Ну, для друзей я просто Тяпа. Ну, хватит обо мне. Могу ли я узнать имя такого прекрасного ангелочка? Прикольно. Менің атым Бегмай. А ты здесь и занимаешься, да? Да, я занимался когда-то спортом для души и тела. Я здесь был атаманом, но это проклятая травма. А так я всех бы раскидал. Просто сейчас я этого не хочу. А так я бизнесмен. Понятно.
Сегіз қырлы бір сырлы жігіттің десеші. А как это переводится? Восьмиугольный, однозагадочный. О, чапа дейсің ғой. Ну, братан Шапане, салам алейкум, как поживаешь? Что там не стиршный, а? А я тут, чтобы познакомить тебя со своей Big Май. Солнышко. Это Чина. Чапа. Жеңген қол бұл сен, чапа. Ну, ты что, братан? Давай закосяк. Может, не надо? Надо, чапа, надо. Давай. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай, делай. Красивая девушка. Химик? Осы бар ғой? Сен жақсы көретін адамдар ше? Билл Гейтс, Илон Маск. Анатолий Франц бар еш? Иә, сол да бар. Мен оларды түсінбеймін. Ой, неғып түсінбейді екенсің? Жоқ, былай ойланып қарасам, Тесла деген самый обычный машина ғой. Просто зарядкаға қойылатыны болмаса. А вот Леонардо да Винчи. Вот эти вот краски, вот эти вот линии. Настоящая легенда, ой. Жақсы көремсің. Леонардо да Винчи ма? Иә. Потому что қара. Адамның аты өлсе де зат өлмейді ғой. Леонардо да Винчидің өзі жоқ. Ал суреттері әлі күнге дейін бар. Сол сияқты 100 или 1000 жылдан кейін мен болмасам да менің офигенный суреттерім музейлерде сақталатын болады. Вот так вот. Чё там? Ой, бір андай какой-то Леонардо да Винчи ма? Какой-то Леонардо да Винчи? Иә, какой-то Леонардо да Винчи. Химик, айтпа олай. Айтам мен олай. Мен оны жақсы көрем ғой. Енді қайтейін? Потому что ол потолок емес, потолок. Крионика. Вот потолок. Крионика? Крионика деген кім ол? Сен сонда криониканы білмейсің ба не? Крионика деген ол адам емес, ол технология. Прикинь, қараш, адамның миын, денесін бүкілін қатыртсай, спокойно, да? А потом бір ғасырдан кейін тірілтіп ала салады. Вот, сол кезде музейге барып көрем. Сен суреттерің бар ма, жоқ па? Чё там? Потолок па? Крионика дейтін реально потолок екен ғой. А сен сөйтіп любой адам қатырып тастай аласың ба? Тоқта. Химик, сен мен қатырып тастайын деп жатсың ба не? Сол не істейді екен десем, сендер кетіп баратсыңдар ғой кәдімгідей. Брат, не істедің бүкіл еңбегімді бұздың ғой. Мен мына 1 сағат бойы бекер жасап отырмын ба? Сол. Бүкіл еңбегім кетті ғой. Короче бар ғой, Да Винчи ма, Нет Винчи ма, қызықтырмайды мен. Мен үшін өзіміздің қара кесек қой потолок. Чё там? Қандай кесек дейсің? Қара кесек деймін. Енді қара кесек деген ол кім вообще-то? Айтшы құрсын, биолог па, философ па, химик па, құдай үшін айтшы. Бір болады ғой, бір
неге сондай бір скучныйсыңдар? Не мынау тыңдап жатқан өлеңден? Болады ғой бір правильный, унылый, кислый, пресный, монотонный, сухой, занудный, не деген, не содержительный адамсыңдар, иә? Өлең деген мынандай болатын, тыңдаңдар. Батып кеттің, сен көрсең жүрегімнің түбінен, тартасың өткен күннің түнімен. Не болды мынау? Концерт болу. Оны қойш, ана Крёника дейтін қанша тұрады сонда, Асхатқа не болған? Ой, Қаракесек дейтін біреуді айтып кетті бізге. Қаракесек дейтін әнші ғой. Ол әнші ма? Иә. Бәсе. Так. Құрметті достар, біз жаңа жылды күлімнейінде қарсы алмақшымыз. Қазір қиялармен күшті видео түсірем, жіберіп алмаңыздар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып, репост жасаңыздар. Давайте. Что там, видео түсіреміз, а? Давай, берге. Мен можете бір Экспериментіңді көрсетіп жүрейін. Жүрмейді. Астарын кекет жүрмес. Что там, айғырлар? Қайдасыңдар барлықтарың? Что-то жоқ болып кеттіңдер ғой. Осымен біздің кішігірім кездесуіміз, фан-встречамыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Осындай бізге алып келген сыйлықтарыңызға көп рахмет. Өте қуаныштымыз. Шыны керек, біз ондайды күтпедік, ә? Егер де сіздер болмасаңыздар, бұның барлығы болмайтын еді. Көп рахмет. Енді дальше больше еңбек етеміз, білім жинаймыз, контент те дамиды. Сіздер де бұйырса көбейесіздер. Бізден тек жақсы жаңалық күтіңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз. Барлықтарыңызға келгендеріңіз үшін көп рахмет. Жақын арада более масштабный кездесу ұйымдастырамыз деп ойдамын. Кстати, бүгінгі жинаған ақшаның бәрі қайырымдылық қорына кетуі біз үшін өте маңызды. Сол үшін тағы да барлықтарыңызға көп рахмет. Жеке мен үшін келген подписчиктарым, сіздерге де рахмет. Және ерекше рахмет айта кететін жан, ол менің жақыным, жаным, батыр. Әрқашанда маған қолдау көрсетіп жүрген үшін көп рахмет. Бұйырса, 500 подписчикке бірге жетейік. Кешіріңіз, іздестірудегі қызды өзіңіздің аккаунтыңызға салып, көмектесіп жібересіз бе? Смотря қандай. Міне, мына қыз. Менің көршім жоғалып кеткеніне 2 ай болды. Хорошо, маған даниларын Дарикқа жібере сал, иә? Көп рахмет. Міне сізге. Тамам, рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Рахмет көп. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға. Аман жүріңіздер. Рахмет, пока. Болашақта тек 2 мамандық қалады. Біріншісі компьютермен басқаратындар, ал екіншісі компьютермен басқарылатындар. Естественно, басқаруға тырысу керек.
Python, C++, if, send, else. Бұлардың барлығы жай ғана код емес. Это возможность управлять целым миром. Computer technology is a huge power indispensably as well. Welcome to the digital world of Meta. Get ready, bro. 30 секундтан кейін соединение. Байланыстамыз. Аделя. Газ. 5 секунд. Адер. It's mine? Mm-hmm. Oh, okay. By the way, when you are going to fly to the New York? I think 14th February at 11 or 12 o'clock. Really? Wow, you are having an affair. Rosalina, are you really? Yes. Oh, just tickets will be cheaper and bought this. Okay, sorry. Let's go to the party. Yeah, okay, 1 minute. Oh, Mike, I'm so sorry, but I go to party and call you late, okay? Yeah. Thank you so much. See you. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride to Miss Fanny Pride. Was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got outside. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ассалаумағалейкум, брат. Мен 9 сыныптағы Қайсармын ғой дейді. Уағалейкум ассалам, Қайсар, чатам, қалайсың? Мен ораза кезде қарыз болып қалған едім, бірақ қанша күн қарыз болғанымды ұмытып
қалдым, не істесем болады деп. Ну енді қайсар, жалко болмаса артығымен ұстай бер. Конечно, Алла ризалығы үшін жалко емес қой. Бірақ қаза деп ұста, және 2 күн, айт күн ұстамайсың. Қалған күндері, дұрыс ұстап жүре берсейші. Так, ішіңнен боқтаса күнә ма дейді. Ай, жаным-ау, сен аузыңды жауып боқтасаң да күнә. Жай боқта, күшті боқта, қазақша, моңғолша боқтасаң да, нежный, грубый боқта, оның бәрі боғаусыз, бәрі харам болған. Так что боқтамай жүре бер. Менің бұрынғы бывший жігітім түсіме кіре береді. Бұл не мағына дейді. Бұл енді вниманияң жоғы. Ал негізі түс түлкінің боғы. Сондықтан оған андай қатты мән беріп қиналудың керегі жоқ негізі. Осы ше, достар, айтады ғой, оң көзін тартылса қуанасың дейді да, сол көзін тартылса ренжисің дейді. Сол шын ба? Знаете, андай бір ғой, түнде айнаға қарама дейді. Сол айнаға қарама. Андай бір ғой, түнде айға қарап сүйме дейм. Жоқ, Нұрай, если көзін қатты тартып атса, скотч табасына былай тартып қой. Не? Былайынан тартып қой. Молды екен, не деп отырсыз? Көз тартуы деген стресстен болатынсыз. В смысле, как это? Стресстен, депрессняк, душераздирающий боль дейді ғой. Нұрайдікі, скорее всего, 24-те жет, контент істеп отырады ғой. Күнде көзі ноутбукта, телефонда тұрады. Содан көз тартады. Абдырасыл мен сұрақ қойыңыз. Осы адамдар өтірік айтып алып, уаллахи деп ақталады ғой. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Просто қазір көп сөйтіп айтып кетті. Валахи. Все, давайте, достар, потом сөйлесеміз өзіміз. Давайте. Жауап берсе, қайда қашып бара жатсың? Ой, Алла, дәрет алып келем көз. Валахи дейші. Өмір маған келген кезде дәрет алғыш екен осы. Обидно, ғой бір сөзбен айттыңыз. Бір өтірік айтайын дейсің. Еще бір қандай валахи деп қоймайды ғой, знаете? Ше бар ғой. Наверное, Абдурасыл жауабын бермей қашып кетті. Тыныштала тұрасыңдар ма, иә? Менде важный звонок болып тұр, иә? Алло? Иә? 5-10 минутта? Балалар бұрып айтам. Что ба? Ей? Не болды? Мен сендерді алдадым. Ах, сол айт. Тұратсы түсіндір осында. Короче, бұл менің мамамның үйі емес. Бұл үйде мама екеуміз жай ғана домработница болып жұмыс істейміз. Мама ауыр қалып орнына мен шығып жүрген ғой. Енді қазір хозяиндар 5-10 минутта келеміз дейді. Қазір сендерді көрсе, мынаның бәрін көрсе, онда мен бүттім. Мені де, маманы да жұмыстан шығарып жібереді, енді мен не істеймін? Гүлім, енді ертерек айтпайсың ба, біз түсінуші едік қой. Ладно, все, тұрш, бәрі нормально болады, все наладится, хорошо? Только не плачь. Гүлім, мы успеем, хорошо? Ты не волнуйся. Так, бізде неше уақыт бар? 10 минут. Так, тогда план такой. Аделя, светофорвард, қызарт, Гүлім екеуің уақытты максимально созда. И будьте около входа. Бегім, ыдыс-аяқ жу. Чина, мусорларын бәрін шығар. Соберите весь мусор в гостиной. Я сам от них избавлюсь. Айсана мен химик, екінші этаж жинайды. Краскілерінде химический жидкостьтерінде төгіп алыңдар. Ну, вдруг болып қалады ғой. Не паникуйте, хорошо? Так, Русалина гостиная-да. Асхат бірінші этаж жинайсың. Через каждую спальню медитпен ауысып тұр. Нұрай, балкон сенікі, Зарина, склад сенікі. Ау, түсінбей қалдым, қайтан айтшы. Короче, баршы тығылшы. Кетпен тығылшы.
ойбай бейілмай, аяғынан аяқ қалмады ғой. Ай, Гүлім, ситрамон берші маған. Гүлім, шай қоясашы. Өзіміздің үйдің шайына ештеңе жетпейді. Очкиім қайда, Гүлім? Тұр екен қане. Так. Мына жерде бейшараның тісі де көрмейін қапты. О. Ағы, оттым. Оттым. Дұрыс болған екен. Так. Міне Марат аға? Қан салдың ба қалқам? Я екеу салдым. Дұрыс болған екен. Ерте келдіңіздер ғой Марат аға? Уй, қатып қалдық жаурап. Дұрыс бопты. Марат аға, Ау? мен сізге сұрақ қояйыншы. Көзіме тіке қараңызшы Марат аға. Менің атым Гүлім, сіздің атыңыз Марат аға. Ай, чип. Сен ауыртпаған жоқсың өзің, қалқам? Жоқ, ондай жоқ қой. Тыныштық па? Сіз осы Найман емессіз ба? Иә, Найман. Не деген совпадение Марат аға? Мен де Найманмын ғой. Қой? Иә. Рас па? Наймандар сила деп қоясың ғой. Конечно. Марат аға, білдім ғой сіз Найман екенсіз, білесіз ба? Бір бүйрегім бұрып тұрады сізге, бір жылулық сезім бар ғой осы. Осы қыз қызық өзі. Привет, подружка. Қарай көрей бұлар да. Мені бір ақмақ деп ойлайды ғой деймін осылар. Ай, Жадыра, мен сендерге не, көздерің ақмақ боп көрінен бе? Ақшаны алғанда, айлық алғанда бәле дейсіңдер, ана есеп шоттарың дұрыс емес, дұрыстап есептеңдер деймін. Қара қайтадан қарап ана қағаздарыңды. Қарай көрей. Тіпті үндемеген сайын. Ай қыз, ана Жадыралардың магазиннен қанша продукт алдыңдар осы жол? 50 мың қалдың ба, 100 мың қалдың ба? 50 мың қалдық қойдым. Осы тегін тамақ ішкеннен кейін есепті қайдан білесің, Көзің бақырайтып ап. Сол Жадыралар дұрыс есептемейді ше. Ой, сен мықтысың осы. Сен мықтысың. Аха, сүрте берме, құртасың. Сүртіп құртатын болдың. Жүйкені тоздырып. Көйбір санасыздар менің жанымда. Қират қараңғы ағыр. Біреудің дүниесі ғой, қират, чаш, өртеп жібер мына жерді. Осыдан көргенімде. Ана сары мысықтан ақылы бар саған қарағанда. Қайсы мыналарын жібергенін көрейінші. Ақылы бар. Ой, жаным ай, басым ай. Ай, қыз. Сен мен анаған,
жүйкем тыныштандыратын шайдан жасап берші. Қазір. Басым, жүйкем бәрі ауырып тұр тегі. Ой, жатып деп алайын кішкене. Ай, басым, ай, басым. Осыларды бағып қаған деп шаршап өлетін болдым ғой. Ой, басым, ай, басым, басым, басым. Ай, гүлім. Мына желкеме кішкене массаж жасап берші, кел. Болмай қапты. Мына қыз. Босаң шей, созылмай. Біз ұры емеспіз. Біз жаман адамдар емеспіз. Біз, то есть мен бұл жерге сен үшін келдім. Иә. Мен саған бір көргеннен ғашық болып қалдым. Мен сені зерттедім. Сен ана параллель класста оқитын едің ғой. Айман. Айман, иә, Айман. Айман. Мен сенсіз өмір сүре алмайтынымды түсіндім, түсінесің бе? Сен қалай барсың, солай қабылдаймын. Сен маған сенесің бе? Бұл ма? Бұл сенің двойнигің ғой. Сен бар кезде сен, сен жоқ кезде намен деген сияқты. Короче, ол не важно. Қазір менің айтқанымды істеп бер, хорошо? Айқайлама. Аха. Хорошо? Үй жаным сол. Сен мендіксің, мен сендікпін. Хорошо? Хорошо. Ой, бош. Короче, қара бетесің. Алло, құдеке? Абдурасул. Естіп тұр ма? Абдурасул дейм. Ассалаумағалейкум, құдеке. Я, бардық. Аха. Үйдің хозяиндары келді, Абдурасул. Бұл гүлімнің емес екен. Бардық, бірақ босанған жоқ. Енді... Тұңғыш немере болғаннан кейін енді есімін өзіміз қоямыз енді. Құдеке, ренжімеңіз. Я, біз қайттық. Себебі, дала суық, кішкене жылынып алайын дегенбіз ғой, шай ішіп. Ойбай, мойным. Ай қыз. Гүлім. Кел, массаж жасам мойныма. Ойпырмай. Ой, абайла. Мойнымды жылып аласың ба? Күннен күнге қолың көсе болып барады сен қыздың. Төменірек жаса. Ой, конечно, сізге қуаныштымын. Я, келіңіз, жуамыз. Ага, жуамыз, қуамыз. Когда Найман гуляет, деньги роль не играет. Хадиша тоже не играет. Я. Келіңіз. Я, жігітше қуамыз ғой, кәдімгідей. Ага. Давайте, хабарда боламыз. Я, жақсылықта. Сау болыңыз. Ага. Ей, сен кімсің? Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатуһу, қалайсыз? Уалейкум ассалам. Ей, гүлім! Гүлім! Ау. Ей, мынау кім? Білмедім. Тамам. Хадиша! Хадиша! Біздің үйіміз не? Мынау проходной двор ма? Вокзал ма мынау? Хадиша! Төменірек жаса. Хадиша! Не болды? Мынау кім?
туысқаның ба сенің? Ойбай. Төбеден ұстап алдым. Әй гүлім мынау кім? Ей гүлім білмейді. Ай, кімсің айналайын ей? Атың бар ма? Кімсің сен? Неғып жүрсің? Мен полиция шақырайын ба? Мен шақырмай ақ қояйын ба? Мам, пап, не? Бұл менің досым ғой. Неғып жүр? Атың кім сенің досың болсын? Сәкен. Неғыл дейді айналайындар, дұрыстап айтыңдаршы. Сәкен ұлы Абдрасыл. Иә? Не істеп жүрсің біздің үйде? Сабақ оқуға келгенбіз, математика. Бар оқымайсыңдар ма? Тапсырма береді, неғып жүрсің? Елдің бәрін шулатып, келшей болып жасамай ақ қой массажыңды. Бір адам сияқты демалайын десе осы. Сен де бір шошырқан шығар. Енді дұрысқын үй. Алло. Проходной двор емес қой. Не? Босанды? Босанды! Босанды дейді, босанды. Рахмет, сен шыменен. Кет. Ай, пакет әкел, пальтон әкел. Молодец, Айманчик. Чо там Абдул? Не о да сенің досың ба? Бұл ғана емес. Есім шығып кетті ғой, білесіңдер ма? Мынаның бәрі сенің достарың ба? Е, досы көпті жабылмас дейді ғой енді. Сендер не істеп жүрсіңдер менің үйімде? Айман, ол саған не? Мәссаған гүлім. Достықтарың керемет қой тегі. Бір-біріңді жауып, қорғап, арттарыңнан жүгіріп. Бұндай достарың білмеппін бар екендер. Скромняксың ғой, бәрі қойасың. Айман, негізі осындай үйімшіл гений класс болуымыз класс жетекшіміз Диана Исабекованың арқасы ғой негізі. Ойбай, Асхат, сен үйтіп айтпа қойшы. Ойбай, неғып? Алдында вообще басқа нәрсе айтып отыр едің ғой. Қашан? Пятница. Қандай пятница? Жұма күні ше? Кешіріңіз апай. Бір факт айтсам ба ма? Короче, класс, тыңдаңдар. Диана Исабековна, сіз 7-ші сыныптан бері біздің класты ақылды, білімді, идеальный қылып өсіргіңіз келді. Өсіріп жатырсыз. Да? Но, к сожалению, отбираете нашу свободу и наше беззаботное детство. Например, біздің үйге туысқандар келеді ғой. Солардың балаларына қараймын да, бір еркелікті ойын күлкіні байқаймын. Тот же самый 11П. Вот как они веселятся, угорают, ошибаются, делают, что хотят, а мы... Мен сол баяғы дамыған елдерді зерттеп, болмайтын бір кітаптарды оқып отырам. Нефтемі бар ғой сол. Нефтем іздес Бегмай. Қас сендерге не болған? Асхат мерейт. Жаймас сендердікі? Барлықтарың бір ақылды семьядан шыққандай болмаңдаршы. Бізбен жасаған экспериментін дәлелдеу үшін қанша мұғаліммен ұрысты. Зарплатасынан айырылып, тегін жұмыс жасаған кездерде болды.
Ал именно осындай қиын сәтте Диана апайға қолдауды біз көрсетпесек, кім көрсетеді? Где мое личное пространство, свободное время, жизнь моя личная? Где она? Олар роботтарға айналып кеткен абай. Оның барлығы біз үшін, болашақ үшін. Хотя біздің қоғамда ер азаматтар көп қой. Жасаған ісі тұрмақ. Айтқан сөзіне де жауап бере алмайтын. Вы не думаете, что ваш эксперимент – это огромная ошибка? Мен сол кезде Диана апайға бүйін олып на самом деле бар ғой. Апайдың орнында болсам жылап қалатын едім мен. Что там? Кола ішетіндер бар ма? А онда өзім ішем. Мен сен портретін салып біттім ғой. Әдемі болып шықты. Да? Круто. Қазір көрсетесің оны маған, хорошо? Да? Кім келді? Қазір сөзім ашам. Сіз кімсіз? Девушка, помогите, пожалуйста. Кешіріңіз, біз бөтен адамдарды кіргізе алмаймыз. Көмектесіңізші. Кешіріңізші, кіргізе алмаймыз. Жігіттер, қыздар! Мынау босылып кеткен ғой. Әдемі екен ешкім. Ей, Медет, сен медикпін дейтін едің ғой. Бір зат істесейші енді. Я қазір онда кішкене артырыңдар қазір ауа жетпей қалды. Так. Чина, мен сумкамды әкеп берші, ішінде тонометр бар еді. Еще халат тұр как раз қасында. Әкеп берші. Зарина, кеш, жатшы. Жатшы мұнда. Мен ба? Я, жатшы, тез, бош. Жатшы. Представляй, сен қойын ұстай тұр ғой. Ұстай тұр. Білемін өзі. Таниду. Ей, Медет, қуасың ба? Не істеп жатсың? Қан қоймен ба? Бір нәрсе істейін деп жатырмын. Ты что тупишь? Ты же группу крови же не знаешь. Ты в курсе, что человек может от этого умереть? Обязательно мане? Конечно, обязательно. Медикпін деп алып, группа кровиін білмеген нес? Саған сеніп отырсақ. Сол ғой. Кетші. Сулина, сюда кетші бар. Давайте тыныш жерге жатып қояйық. Потом придете в себя. Но главное, вы не паникуйте, хорошо? Өзім көтерем ғой. Көмектесіп па, Медет? Точно көмектесеміз. Джентльмен өзі. Абайлаш. Өзің қандық жүрме, опаснысың. Достар, мына қызды үйіндегілер іздеп жатқан шығар. Полицияға ма или скорыйға ма звондаймыз ба? Жоқ, звонмай тұра тұрыңдар ешқайда. Кететін шығар өзі есін жиғаннан кейін. Ойлаңдаршы, бұл қыз банктан алып келе жатса, бізге көмектескеніміз үшін көп ақша берсе,
А если ол қыз Диана Исабековнаның туған сіңлісі болып шықса? Ема. А прикиньте, Мақпал Исабековна болып шықса. Представьте, она сказала да деп медет бекешті көтеріп келетсе. Оландар, медет ол қызды терезеден алып қашып. Ана қыз түн жарымда тырнақтары бітіп шығып, беті көгеріп, шашы бітіп, анау ужастиктегі зомбиға айналып кетсе. Сөйтіп медетке қарап. Ойындарыңды бөлгеніме ренжімеңдер. Сосын мен оларға алданып қалдым. Мен сияқты қыздар ол жақта көп екен. Ойындарыңды бөлгеніме кешіріңдер. Салам алейкум. Уағалейкум ассалам. Ол да ол. Так, менде уақыт қыз, соқтан бірден сұрайын. Нағыз көрген жоқсыңдар ма? Қайсын сұрай? Жаралшы. Жоқ, көрмедім. Бұл кісіге кім болып білесіз? Шамамен 8 айдай айтқандарының бәрін істеп жүрдік. Біз оларға жай ғана зат сияқты болдық. Бәрі жақсы ма? Бұл қыз менің қарындасым. Қалай айтсам екен, біз бала күнімізде ата-анамыздан ерте айырылып қалғанбыз. Сосын менің қарындасымның миында бір психикалық ауытқулар пайда болды. Қазір енді ол дәрісін ішпесе, талып қалады, үйден қашып кетеді. Қарындасым іздеп жүрмін. Кейін маған сол жерде жұмыс жасайтын повар әпке көмектесті. Әпкенің айтуынша, олар бізді басқа елге сату үшін документтерін жасатады екен. Сіздерді ұрып қана қоймай, еще сатып жібермекші болған ба? Бізге дейін де қанша қыздарды сатқан әлі де бар. Қарындасыңыздың есімі кім? Бекеш. Кешіріңіз. Кім деп обращение жасасам болады? Ерболат. Ерболат аға. Интересно. А че ол қызды именно біздің үйден іздедіңіз? Так, қыздар, жігіттер, мені тыңдаңдар. Мен сендерге тағы да қайталап айтамын. Мен именно сендердің үйлерін іздеп жүрген жоқпын. Қарындасымды іздеп жүргеніме 8 ай болды. Қазір бұл іспен полицияда айналысып жатыр. Жан-жақтан іздеп жатырмыз, бірақ мен шарасыз күйдемін, түсінесіңдер ме? Достарыңа, қыздарға айтып қойыңдар. Ешқашан танымайтын адамға сенбесін. Даже сөйлеспеңдер. Олардың істегендері есіме түссе,
әлі күнге дейін денем түршігеді. Қаларсыз енді алаңдамаңыз. Иә, бәрі жақсы болады. Егер білетін болсаңдар, білем деп айтсаңдаршы. Жоқ, Ой, я, немене барлықтарың қуып кеттіңдер? Кешіріңізші аға. Сіздің қарындасыңыз келген бағана. Суын беріп, үстіңгі бөлмеге жатқызып қойдық. Жүріңіз, көрсетіп жіберейін. Ага. Иә. Сіз олай уайымдамаңыз. Мен сіздің қасыңызда боламын ғой. Мен сізге қараймын, күтемін. Бұйырса емдеймін. Мен болашақ медикпін ғой. Сізге чай, кофе, су бірдеңе әкеліп берейін бе? Холодильникта айран бар, суық айран бар. Айран ішесіз ба? Ерболат, жақындама. Жақындама. Да ты что, нормально все успокойся? Жақындама. Жақындама. Жақындама деді ғой саған. Я, конечно, все понимаю. Ты реализовала невозможную идею. Сломала систему университета и вырастила гениальных студентов. Но система образования школы работает уже 50-100 лет. Зачем простых школьников так воспитывать? Я не воспитываю. Я им просто показываю, как устроена жизнь. А дальше они сами. Ты им показываешь взрослую, сложную жизнь. А если с ними что-то случится? Ты же не родитель. И зачем все это? Тимур, понимаешь? Просто не надо брать за них ответственность. И быть супергероями, родителями, решать за них. Вот поэтому молодежь элементарно не может решить, кем они могут стать. Они умнее, чем мы. Просто им нужно шанс дать. Так, достар, біз класспен коттеджге демалуға келгенбіз ғой. Прикиньте, кино болып кетті ғой. Так, подробно потом айтып берем. Пока что қарап отыра беріңіздер. Базар ұрыпты ғой. Бірақ мен ұрсам точно өлетін еді табайықсыз. Тұра тұрыңдаршы. Шатасып кеттім. Анау қыз не айтты, мына кісі не айтты. Жоқ, не істейсің олардың не айтқан? Біз мына жақта кімнің кім екенін білмей жатқан кезде екеуі екі түрлі зат айтып тұр. Но по факту кімдер болады? Депутат болса да үйге кіргізбей қою керек еді негізі вообще. Ит па, мысық па бәрін жинап алдық да, отырмыз енді какой-то біреудің проблемасын шешіп. Егер ана қыздың айтқаны рас болса, онда ол бүкіл қоғамның проблемасы. А если ағаныкі шын болса? Ойлаңдаршы, тогда плотно косякқа кіріп тұрмыз ғой. Ой, все, скорый ма полиция шақырайықшы. Болмай кетті мынау. Түй, не деп шақырасың? Біз мына жақта бір адам талдырып қойып еді, соған келіп көмектесіңіздер деп шақырасың ба? Класс, тып-тыныш отырып, ойланайықшы, а? Мен ашып кетті. Сәлеметсіз бе, Диана Сәбековна? Қалайсыз, апай? Қалай жеттіңіз? Апай, бір ақылдасатын шаруа болып тұр еді. Диана
Елена Сабековна, можно вас? Мы обнаружили через Инстаграм, через прямой эфир опасного преступника. Смотрите. Подозреваемый Ерболат Женисович, который занимается торговлей людей. Слушайте. Срочно высылай спецотряд. Диана, приказа еще не было. Я приказываю. Там несовершеннолетние дети. Опасный преступник. А ты ждешь приказа. Мыналарын кәдімгідей байлап тастапты ғой. Сендер білесіңдер ма өзі не істегендеріңді? 265-ші бап. Адамды тұтқынға алғандарың үшін 4 жылға кетіп қаласыңдар. Вообще-то, держать в заложниках 261 бап. И ол жақта 4 жыл емес, 7 жыл алға. Вообще-то, сізді ешкім заложникта ұстап отырған жоқ. Вообще-то, сіз кімсіз? Сізді жауып тастай салатын. Аты кім сенің? Асхат. Асхат. Так вот, слушай, Асхат. Анау поганый рожанды безеу сияқты сығып тастаймын, ұқтың ба? А вообще менде бір күшті идея бар. Зарежу! Ебать, қандай зарежу нахуй, Сен кімсің нахуй бізге келіп алып әңгіме айтатын? Бекболат, или как тебя там? Слушай, мен мына қыздардың, мен сыныптастарымның бір тал шашын да түсірмеймін. Түсіндің ба? Кешіріңдерші. Асхат қой, а? Асхат бауырым, ренжімеші. Артық кеттім, сендердің үйлеріне баса өктеп кірдім. Ойындарыңды бұздым. Кешіріңдерші, қыздар. Хорошо, аға. Түсінеміз ғой. Енді сіз де білмей қалдыңыз, біз де білмей қалдық. Я, аға, кешірмей қайда барамыз? Байқаусызда болды ғой бәрі. Иә. Сендер де менің қарындасым сияқтысыңдар ғой. Кешіріңдерші. Сіз де айып етпеңіз бізді. Кешірмейді, кіміз? Асхат, я вот смотрю, мне кажется, ты вроде пацан ровный, с понятиями. Сам бір нәрсе айтсам бола ма? Жақындасып бер. Жақында келіп құлағына айтайын. Негізі бар ғой. Қозғалмаңдар. Вы чё, щеглы? Духовистыйсыңдар ма не? А? Или ушлыйсыңдар ма? Аға, маған тиіспеңізші. Мен денсаулығым нашар. Үйде апам екеуміз ғана тұрамыз. Бір сиырымыз бар. И то оның өзі сүт бермей жатыр. Малайымыз семьядамыз ғой. Пособиямен күн көріп жатырмыз ғой, аға. Маған қазір өлге болмайды, аға. Пожалуйста. Басқа балалар жетіп жатыр ғой. Хорошо. Хорошо. Бейшараларға тиіспеймін. Так, тоқтаңдаршы. Сіздікі ма?
Менікі. Қазір онда. Білеміз сіздің кім екеніңізді. Так, комитет административной полиции Сүлейменов Ерболат Жеңісұлы. Ағай, білмесік бұл шынымен кешіріңізші, біз білмедік. Баламыз ғой, қанша дегенмен баланың шала дегендей сол. Аға, ренжімеңізші. Білсек бұлай істемейтін едік. Енді түсініп тұрсыз ғой, бізге қарсы іс жүргізбей қойыңызшы. Ата-анамыз білмей қойсын, өтініш. Аға. Хорошо. Хорошо. Бір жолға кешірейін. Ну чё стоим? Босатпайсыңдар ма? Так, қыздар. Менің байқауымша сендер ақыл жақсыңдар. Мен қарындасым ойда. Подождите. Шешпей тұра тұршы. Ты чё, шеш, Асхат, ты чё, родной? Шешсе? Короче, полиция комитетінде ешқандай да Ерболат Жеңісұлы деген қызметкер жоқ. И получается у вас подделка документов. Аға. Сүлейменов Ерболат Жеңісұлы 2009 жылы адам сатумен айналысатын қылмыстық топтың мүшесі болған. Сонда Бекештің айтқаны рас болып тұр ғой, е? Получается. Да, ну. Руки на голову! Работай всех глаз! Қазақ дейміз, ә? Неге өсе алмай жатырмыз десем? Неге көзімізді ашып, көкіректі оята алмаймыз десем? Бір-бірімізді алдап жүр екенбіз ғой просто. Йоп, тегідік. Ят қой мынау аға. Даже аға деуге тұрмайсыз ғой. Сөзім жоқ. Сіз сонда ана қызға не істедіңіз? Бұның бәрі не үшін? Тағы қанша адамның өмірін құрттыңыз? Неужели қазақ қыз сыйламайсыз? Неужели қыз баласын құрметтемейсіз? Бұндай жауыздық қайдан туады, а? Айтыңызшы. Жауап беріңізші. Құдайдың алдында жауап беру. Ең қиыны сол. Отқа шыжғырған кезде жағдайыңыз қиын болады, аға. Ақыретті ойламаған адам қияметте қиындыққа тап болады. Қазіргі уақытта жолдан тайған, аферистке айналған жігіттерге бір дұрыс жол көрсетудің орнына өтірік айтып, қыздарды сатып, грязный нәрсемен айналысып жүрген сіз суайт екенсіз, аға. В принципе, біздің елде дым өзгермейді, аға. Конечно, өзгермейді. Конечно. Сіздің елімізге беретініңіз осы болса, дым да өзгермейді. Мен кейде ойлаймын, қызды биік ұстайтын қонақжай, адал, данышпан, кәдімгі қазақтың болмысы тек қана кітапта ғана қалды ма деп. Қайда біздің қазақ? Басқа көрші мемлекеттер бізге қызығып қарау керек деп үлгі болып жүрген қазақ қайда? Қайда біздің тіліміз, үніміз, дініміз? Қайда кетті сол сенім? Сол иммунитет қайда, аға? Кім жоғалтты анаға? Қайда? Чина. Что-то мен коштет не бар ма? Гүлім, мен сенің портретіңді аяқтадым ғой. Әдемі болып шықты. Құлағын салдың ба? Кім келді? Қазір өзім ашам.
сендер білесіңдер ме? Мен үшін 10А ең қызық эксперимент. Және ең дұрыс жобам. Сендер әрқайсыларың жеке тұлғасыңдар. Ерекшесіңдер. Ақылдысыңдар. Менің сендерге өткен әрбір сабағым ерекше. Сондықтан сендер осындай өте дара оқушы болып өстіңдер. Әрқайсыларыңның таланттарыңды, мүмкіндіктеріңді сыртқа шығаруға тырыстым. Неге именно сендер? Себебін алдағы уақытта білетін боласың.